Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз кері тригонометриялық функциялар бөлімі бойынша жиынтық бағалау есептерін талдайтын боламыз. Бұл 10-шы сынып жаратылыстану математика бағытындағы 3-ші БЖБ. Бірінші есеп: өрнектің мәнін есептеңіз. Арк косинус минус 2-ден 1 азайту 2 арк котангенс түбірасты 3. Бізде арк косинус жалпы түрдегі функция, сондықтан мына жерде минус 2-ден 1 келгендіктен сіздер былай айтып жазып аласыздар. Арк косинус пи, так, минус 2-ден 1 болғандықтан бірден жазайын да. Пи азайту косинус 2-ден 1-де неше градуста 2-ден 1 еді? Есімізге түсіреміз. Ол бізде 60 градус. Пи азайту пи бөлу 3. Азайту екі арк котангенс түбірасты 3. Екіні жазып қоямыз. 2 көбейту арк котангенс түбірасты 3. Котангенс түбірасты 3-тегі мәні пи бөлінген 3 тең болады. Азайтамыз. Ортақ бөлімге келтіремін. 3 пидан пи аламыз. 2 пи бөлу 3 азайту 2 пи бөлу 3. Бізде сонда 0 шығады екен. Келесі синус 2 арк косинус 13-тен 12. Мына арк косинус 13-тен 12-ні мен түгелімен x деп алайын. Сонда синус 2x. X тең болады арк косинус 13-тен 12. Косинус. Так, 13-тен 12. Косинус x бізде сонда 13-тен 12 олайын деп тұр. Ары қарай жазамыз. Синус 2x бізде 2 синус x көбейту косинус x-ті беретін еді. Косинус x белгілі, енді синус x тауып аламыз. Синус x тең болады 1 азайту косинус квадрат x. Тең болады 1 азайту 13-тен 12-нің квадраты 169-дан 144. Бірден азайтамыз. 169-дан 144 алып тастасақ 25. 13-тен 5. Мына жерге келіп жазамыз. 2 көбейту 13-тен 5 көбейту 13-тен 12. Мұнда 120 шығады, мұнда 169 шығады. Сонда 169-дан 120. Екінші есеп: функцияның графигін салыңыз. Y тең болады 2 арк синус x минус 2 қосу пи бөлу 4. Неке мен арк синус x функциясының графигін салып қойдым. Яғни бірінші қадам бізде y тең болады арк синус x. Бұл бізде шектелген функция, тақ функция. Енді екінші қадамымыз y тең болады арк синус x минус 2. X минус 2, яғни функцияның графигін 2 бірлікке 10-ға қарай жылжытамыз. 2 қадам, 1, 2 қадам, 1, 2. Келесі, мінеке мынадай болады. Мына жерде былай етіп салайық, көрініп тұрсын әдебірек. Үшіншісі y тең болады 2 арк синус x минус 2. Яғни y өсі бойымен қазір 2 еселейміз. 0 нүктесінде өзгермейді. Келесі пи бөлу 2 еселесек, бізде ол пи болады. Дәл солай минус пи бөлінген 2 еселейтін болсақ, минус пи. Мінеке біздің функциямыздың графигі. Келесі үшіншісі. Так, үшіншісін салдық, төртіншісі. Y тең болады 2 арк синус x минус 2 қосу пи бөлу 4. Яғни y өсі бойымен пи бөлу 4 бірлікке жоғары көтереміз.
Мен мінекей пи бөлу 4 қандай аралықты беретінін көрсетіп қойдым. Сол пи бөлу 4-ке көтеріп шығамыз. Мінекей функцияның графигі осылай болып шығады. Y тең болады 2 арк синус x минус 2 қосу пи бөлу 4. Торгөз дәптер болса, сіздерде бұдан да әдемірек шығу керек. Және соңғы есеп теңдеуді шешіңіз. Мына жақшаның ішінде тұрған өрнекті x немесе альфа деп белгілеп алсаңыз болады. А косинус x, мына жерде x бар екен, альфа деп алайын. Альфа тең болады пи бөлу 2. Кері тригонометриялық функцияны қалай табатын едік? Мысалы, сіздер бастапқыда былай өттіңіздер ғой, теңдеуді шешкен кезде. Косинус альфа тең болады, мысалы, b деп алайық. Альфаны табатын болсақ, альфа тең болады арк косинус b деп таптық. Сонда мына жерде керісінше болады. Косинус пи бөлу 2 тең болады альфа. Сонда косинус пи бөлу 2 тең болады 1 азайту 2х, 1 азайту 2х тең болады косинус 90 градустан 0-ге тең, минус 2х тең болады минус 1, х тең болады 2-ден 1. Тексеріп көрсек болады. Арк косинус 1 азайту 2 көбейту 2-ден 1 тең болады пи бөлу 2. Арк косинус, мұнда қысқарып кетеді, 1-ден 1 аламыз 0, тең болады пи бөлу 2. Арк косинус 0-де пи бөлу 2-ге тең, пи бөлу 2 тең пи бөлу 2, пи бөлу 2 тең пи бөлу 2, яғни бізге x-тің орнына 2-ден 1-ді қоя алады екенбіз. Мына жерді қарап қойсаңыздар болады.